плей істеді. Мына қыздың... Вау! Сәлем, достар! Мен Аминамын, сіздер Амина лайк каналымдасыз. Достар, біз сіздермен бүгін вау деп айтпа челлендж түсіреміз. Яғни, достар, мен бүгін тиктоктан залипательный видеоларды көремін. Сосын мен вау деп айтсам, онда комментарияға жазыңдар неше рет. Егер мен көп вау десем, онда задание жазыңдар. Мынандай, біріншісі ол что-то кислый жеуге, екіншісі ол что-то острый жеуге. Үшінші ол что-то очень сладкое жеуге, а то у нас много нәрсе бар сладкое. Внимательно қарап отырыңыздар, қалай мен неше рет мен вау деп айтамын. Біріншісін видеоны ашамыз, кеттік. Вау, қандай розовый слайм, прозрачный. Вау, должны қарап отырыңыздар. Вау, қандай әдемі. Прозрачный. Сондай розовый, тағы сердечкалар. Слайм. Қандай әдемі. Маған ұнайды. Қараңыздар, даусын қандай. Вау. Вау. Достар, кеттік екіншісіне. Мен забыла, что біз челлендж ойнап отырмыз. Мен все время вау дедім. Кеттік, я постараюсь олай айтпауға. Кеттік. Сіздерге ұнайды ма сондай видеолар? Сіздер оларды көрдіңіздер ма? Ол слайм өте әдемі. Сіздер қараңыздар, қандай әдемі. Қараңыздар, мынау разноцветный. Бір зеленый, бір красный, бір оранжевый, зеленый тағы бар. Даже желтый. Солай істеуге бола ма? Сондай істеп көрмедім. Давайте істейміз. Үшінші видеоға кеттік. I think I'm losing my mind. That's like. Trying to stay inside the lines. Достар, нам тоже разноцветный. Қараңыздар. Красный, синий тағы бар. Қараңыздар, ол. Бұй. Қараңыздар, ол қалай істеді трубочкамен басқа көп сумен басқа суға қалай істеді? Вау! Ой, үшке істеді, сосын вот так вот, потом су вот қалай істеді? Ладно, кеттік төрт. Мынау пирожный ғой. Не істеді пирожныйды? Қандай күшті болды міне. Қараңыздар. Что это за лип? Қараңыздар, он сондай розовый, ішім синий, сосын разноцветный такой палочкалар. Кеттік. Кстати, келесі видеода біз имамдемістарды солай істейміз. Давайте, кеттік басқа видеоға. Вау! Қалалар аяғымен істеді ғой. Звездочка болды ғой, только что. Тағыр. Қолмен істеді. Я? Тук-тук-тук-тук. Все, сондай болды. Лайк. Оны бесконечно көруге болады, достар. Мынау киндер сюрприз. Домалақ сондай. Тағы мынау пингвин сияқты сондай. Мынандай сияқты. Достар,
Он ішінде подарок бар. Он покупать етіңіздер. No грибочек, грибочек. Сонда вкусный пирог сияқты. Дальше көреміз. Мынау не? Достар, мынау кукуруз ғой. Не істеп онымен? Кукуруз емес. Я думала, что ол кукуруз, оказывается, ол слайм. Ол слайм сонда белый. Как будто бы кукуруз былай істесе, ол слайм оказывается. Олар рисует бір нәрсен. Қараңыздар, қандай человек рисовать етті, ол қыз ғой. Былай істеді. Все, человек мінім. Он түрі әдемі. Он даже макияжын істеді ғой. Вау, қараңыздар, қандай әдемі. Достар, красивый, вау. Олар даже бұлай істеп тұр. Мынау не? Қараңдар. Резинка алады, сосын оны завязать етеді. Сосын книжка алады. Книжка алады, сосын бір птичканы бұлай істейді рисовать. Сосын басқа листикте сондай птичка шығады. Мені көріңіздер соны. Бір карандаштармен оны завязать етті да, сосын бұлай рисовать еткен кезде книжкасын алып, сондай суреттер болады ғой. Бұлай істейді. Сосын басқа листиктеміз. Достар, солай істеу бола ма екен? Мен думала, пицца істейді, оказывается, олар круг істеп отыр. А то мен сабақта круг істей алмадым, сондай кривой істеймін. Оказывается, просто карандаш аласың, сосын немен былай істейсің, сосын вот так. Все? Сондай идея, оказывается, бар. Ладно, кеттік тағы күні. Вау! Мынау былай істеп отыр ғой, мынандай жвачка. Ол не вообще? Суши. Суши емес. Да, ол суши емес. Конфета. Ол конфета. Мен қараңыздар, қандай конфета мынандай болды. Бір белый, бір красный, сосын размешать етті, потом как-то былай істеді. Сосын ол засохший, потом былай істеді. Все, гениально оказывается. А мен хотела сделать сондай, а у меня получилось по-другому. Достар, тағы көреміз, кеттік. Мынау киндер-сюрприз. Он ішін ашады, сосын маршмеллоу ішіне қояды, сосын сүт ішіне салады, сосын сүт оны ломать етеді, сосын былай. И все. Ол растираться етеді, сосын вкусный кофе болады. Мені қараңыздар. Оны алады, сосын молокомен былай істейді. Вот. Ол сломался, сосын маршмеллоу былай істеді, сосын размешать етті, все. Гениально. А я, оказывается, брала конфет. Все. А оказывается, и так можно. Мынау мальчик бір кішкентай слаймды былай істеп, сондай үлкен істепті. Мені қараңыздар, қандай үлкен. Бір кішкентай слайммен былай істеп, сосын уже большой слайм. Мынандай большой. Это правда или нет? Это он просто тук-тук-тук и другой взял. Все. Это неправда. Достар, осымен видеом бітті. Пока-пока. Маған подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кстати, сіздер комментарияға жазыңдар, неше рет мен вау дедім. Мен
наверное, екі рет вау дедім.